Ассалам достар, мен қазір поштаға келе жатырмын. Ауылдың кітап алатын боламыз қазір. Қандай кітап екен? Әлі көрсетейін. Жаңағы Хадисұлы. Орынбаса жоқ. Ала берейін бе? Марфуға Шафияннан алдым. Жаңа кітап қазір ашып көрсетемін. Күшті қылып қаптап қойыпты. Бұны жалпы алдын ала тапсырыс, әлі бұл кітап сатылымға енген жоқ. Ең алғашқылардың бірі болып, иншалла бұйырса оқиын деп жатырмыз. Алла бұйырса. Сонымен мынаны ашайық. Ішінен бір шал шығып келе жатыр. Шал болды деген, а? Тәубе дейтін кітап. Война и мир дейтін кітаптардың авторы, өте әлемдік кітаптардың авторы Лев Толстойдың шын сыры дейді ғой. Соңғы кезде жазылып кеткен өзінің кітабы. Қасқыр мен ит. Ит тойып ап орманға кеп серуендеп жүрсе, алдынан аштықтан қарны қабысқан қасқыр шығыпты. Жүні жылтыраған итке қасқыр: «Ей ит, қашан көрсем қарның тоқ, жүнің жылтыр. Мен болсам екі күннің бірінде ашпын. Сен тамақты қайдан табасың?» деп сауал тастапты. Ит: «Бізді ит аяқ деген болады. Соған егеміз күнде тамақ құйып қояды. Соны ішіп аламыз» депті. Қасқыр: «Сен ол үшін егеңе не қайтарым жасайсың?» десе, ит: «Түнде үй күзетіп аула қорғаймыз. Бары сол ғана» депті. Қасқырдың: «Ит, егеңе сөйлесіп, мен де сол жұмысқа тұрғызып берсейші» деп өтініш етеді. Ит: «Жарайды, ол қиын емес, менімен жүр» деп екі ауылға татып бара жатса, иттің мойнындағы жүнсіз жолақты байқаған қасқыр: «Итеке, мына мойныңдағы не жолақ?» деп сұрайды. Ит: «Мен түнде күзеттемін, тамақ бергенмен күндіз егем шынжырлап мойнымнан байлап қояды. Күндіз байлап қояды» десе, қасқыр: «Байлаудағы тоқтықтан жайлаудағы аштығым артық» деп орманыңа қарай жорта жөнелген екен дейді. Қарағым, саған бүгіннен бастап өміріңнің соңына дейін барлық адамдарға, әкеңе, бауырларыңа, барлық адамдарға бар ынта ықыласыңмен мейірімді болуға кеңес беремін. Бұл оңай емес. Бұған жазуға, оқуға, скрипкада, фортепианода ойнауға үйренгенің сияқты үйренуің керек. Бірақ бұл ғылымдарды үйренесің, сонымен оларға үйрену аяқталады. Ал мейірімділікті үйренудің соңы жоқ. Әрі ешқандай ғылымнан қайырымды болудан алған ләззатты ала алмайсың. Сен мейірімді болған сайын жаныңда жадырай түседі. Айналаңдағы адамдар да сені тереңірек сүйетін болады. Өтінем, солай жаса. Әр минутта мейірімді болу керектігін есіңнен шығарма. Мейірімді бол, ағайын.